мергендер үшін бұл ай өте кімнің мысалға октябрь айында жағдайыңыз онша емес болса, керісінше 180 градусқа ауысады дейді. Колесо фортуна ол тағдыр сізге бір жақсы сыйлық дайындап тұр деген сөз. Айдың энергетикасы барлық жағынан да жақсы жаққа қарай өзгереді деген сөз. Ал енді мен мұнда расклад дайындап қойдым, тек қана ары қарай карталарды ашу ғана қалды. Жұмыс тұрмыс жағдайы айдың басында, одан кейін айдың аяғында. Мұнда қандай кризисный моменттер бар? Айдың басы, айдың ортасынан ары қарай. Мынау ақша жағдайы қалай? Ақша жағдайы ауыстырдық. Ақша жағдайы қалай? Рыцарь пентакли айдың басында, айдың ортасынан ары қарай десятка пентакли. Жақсы. Ақша жағдайы бар, жақсы. Эмоция, отношения, отбасындағы қарым-қатынас, жұмыстағы қарым-қатынас бәрі. Айдың басында, айдың аяғында. Королева кубков. Айдың басында өте активный позицияда боласыз. Барлығы жағынан белсенділікпен жақсы жұмыс атқарасыз. Тек қана өзіңізге сеніңіз деді бұнда. Адамдарға сене бермеңіз, өз күшіңізге, өз белсенділігіңізге сеніңіз дейді. Айдың басында. Айдың аяғында бәркім мына жерде пятерка жезлов, мына жерде конкуренция, конкурентная борьба. Сондай болып тұрсыз. Көпшілікпен мына жерде қалай айтсаңыз, өзіңіздің орныңызды, жұмыс орнын бәлкім өз орныңызды отставить етіп жатсыз. Сіздің қалай? Кім мына жерде күштірек, кім жақсы жұмыс істей алады деген сияқты. Осындай кішкене конкурентный борьба болайын деп тұр екен. Айдың аяғына келді. Енді бұл арада кризистік моменттер. Семерка мечей дейді. Біреу сізді алдағысы кеп, сыртыңыздан бір жамандық ойластыруы мүмкін. Алды артыңызға қарап, адамдарды байқап, ойластырып, кімнің қандай ойы бар, байқап жүруіңіз керек. Адамдарға сене беруіңіз керек. Сене бермеуіңіз керек. Бірінші мысалға, кешірсем, бетіңізге былай сөйлеп, артыңыздан басқаша сөйлеуі мүмкін. Сөзге келгенде. Бір сізді алдағысы келген адам бар. Айдың басында кризистік моменттеріміз. Мына жерде ештеңке көрмеймін, ештеңке істемеймін деген сияқты белгіні білдіріп тұр. Бұнда өз-өзіңізді айдың ортасына қарай бір сезім болуы мүмкін. Енді эмоциялық жағдайыңыз кішкене эмоционально сіз мына жерде жабық болып тұрсыз. Кішкене айдың ортасына қарай жабынып, бір психологиялық кішкене депрессияға ұшырауыңыз мүмкін. Өз-өзіңіздің жолыңызды жауып, өзіңіз байлап тұрған сияқты, как будто бір сондай сезім болады. Жалғыздық сезімі және как будто бір безвыходный ситуацияда тұрған секілді сезімде боласыз. Осы айдың бұл жаңағы кризистік моменттері.
Ақша жағынан керек болатын болсақ, ақша сіздер жоқ емес, бар. Өте белсенді әрекетіңізге қарай ақшаңыз келеді дейді. Мінекей бұл айдың басында рыцарь пентаклей, ал айдың аяғында десятка пентаклей. Отбасыңызда қарым-қатынаста бәрі жақсы, отбасылық жаңағы жағдайыңыз ақша жағынан жақсарады деп тұр. Көрдіңіз ба? Бәрі орында дейді. Ақша жағынан бәрі жақсы істеп. Ал отношение дейтін болсақ, ескі қарым-қатынастарыңыз, бұрынғы жаңағы махаббатыңыз қайта оянады дейді. Міне айдың басында жолдасы бар кісілер болса, мысалға, бұрынғы жас кездеріңіз есіңізге түсіріп, романтикалық кеш ұйымдастырып деген сияқты сондай жақсы көңіл күйде боласыздар, жақсы қарым-қатынаста боласыздар. Забота, внимание бар дейді. Айдың ортасына қарай кішкене бір недовольство тұр мына жерде. Неге менде бәрі бар, бірақ маған кішкене айтады, маған кішкене бір забота жетіспейді деген сияқты болып тұр да, енді недовольно. Заботливый, милосердие сондай керек болып тұр мына жерде. Осындай мергендерге осындай ай болмақ. Отношения жағынан менде бәрі бар, бірақ маған кішкене забота жетіспейді дейді. Көрдіңіз ба? Эмоцияңызды управлять етіп үйреніңіз. Тағы да не дейді? Осындай. Жақсы. Мергендер үшін айдың қорытындысы сіздерде бәрі жақсы болады. Ең бастысы колесо фортуны. Тағдырдың колесосы сізге оң қарап тұр. Бұл айда жақсы өзгерістер болады. Бәлкім жаңағы ұтыста болып қалуы мүмкін, бір нәрседе ұтасыз, бәлкім лотерея бірдеңке алып көруіңіз керек шығар осы айда. Сондай бәрі жақсы жаққа қарай өзгереді, бәрі жақсы болады дегенді білдіреді. Ауырып жатсаңыз жақсарасыз, денсаулық жағынан бәрі жақсы болады дейді. Ал енді осымен мергендердің ноябрь, қараша айына болжам бітті. Егер таро болжам жасасам десеңіздер, төменде WhatsApp-қа нөмір жазып қойдым. Рахмет, сау болыңыздар. Алып қосарларыңыз болса жаза кетіңіздер. Сіздерден кері байланыс мен үшін өте маңызды.